Сәлем қыздар, бірге құймақ дайындайық. Ол үшін қажетті құрамды төменге жазып қоямын. Ал енді іске кірісейік. Ең алдымен жұмыртқаны жарып, үстіне қантты қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Үстінен ыстықтау суымызды құйып, тез-тез араластырып жібереміз. Соданы салып араластырамыз. Електен ұнды өткізе отырып, біркелкі масса болғанша ұнның түйіршіктері қалмайтындай етіп, жақсылап араластырамыз. Сұйық майымызды қосып араластырамыз. Осымен біздің құймақты массасы дайын. Енді қызып тұрған табаға, құймақ пісіретін табаға бір жарты ожауымызды толтырмай құйып, бір-бірден пісіріп аламыз. Әрқайсысын осылай пісіріп аламыз. Түсі әдемі болып шығады, осы рецепт бойынша дайындасаңыздар. Мінекей барлығын пісіріп алдық. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңызға, отбасыларыңызға өте ұнайды. Ас болсын. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.